Бисмилля, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін самса жасайтын боламын. Ең алдымен бізге ұн керек болады. Сосын сары май, бөлме температурасында еріп тұрған, айран, бір жұмыртқа, сосын разрыхитель, тұз керек болады. Менде разрыхительді бірінші ұнға араластырып аламын, жарты қасықтай. Осын жақсылап араластырғаннан кейін сары майымызды салатын боламыз. Енді кезекте біз жұмыртқамызды айранға салатын боламыз. Айран мен жұмыртқаны жақсылап араластырып, содан кейін барып біз тестімізді илейтін боламыз, жұмсақ етіп. Енді кезекте мен тұз салып жатырмын, жарты қасық. Осы видео бойынша жасасаңыздар, сіздің самсаларыңыз өте керемет болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Жұмсақ болып шығады, әдемі болып. Енді кезекте мен осы граммен өлшеп салатын боламын. Менде 50 грамнан бөліп аламын барлығын. Менде парыш, етті мясорубкадан өткізіп, ішінде асқабақ, жуа, тұз бұрышын салып, начинкасын жасадым. Ішіне салып, осындай дөңгелектеп етіп жасай бересіздер. Жасалу жолы өте қарапайым және оңай. Сіздер де міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Және де қыздар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қараңыздар. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Және осы видеома өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен бетіне жұмыртқа жақтым. Сосын содан кейін барып, үстіне мак салатын боламын. Сіздерден мак салсаңыздар да болады, күнжіт салсаңыздар да болады, өздеріңіз қалауыңыз бойынша. Енді осыны мен қызып тұрған пеште 180 градуста 45 минут аралығында пісіріп алдым. Міне пісіп шыққаны өте әдемі көрінеді. Жұмсақ болып шықты. Әп-әдемі болып шығады. Осылай міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Мен сіздерге бөліп көрсетейін. Осындай әдемі болып шықты. Арасында начинкасы әдемі болып тұр. Тәбетті ашарлық. Сіздермен болған Гүлжайнар. Сау болыңыздар.